сәлем достар, сіздермен бірге мен болған Лумен Тока. Бүгінгі видеода мен сіздерге Toca-Bocaға қалай обложка жасау керегін үйрететін боламын. Және де көп адамдар сұрайды. Мен бұл Toca-Bocaға жасауды вообще қазақтарда көрмеппін. Сондықтан бірінші рет қазақша осы Toca-Bocaға обложка жасауды үйрететін боламын. Ал онша маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бірінші бізге қандай предложениялар керектігін көрсететін боламын. Бізге Ibis Paint өте қажетті. Тағы да бізге қажетті программалар өте көп. Бір обложка жасау үшін сіздерге бірталай керек. Предложение керек. Pinterest бұл жерден әртүрлі обойлар табуға болады. Мен алдын ала алып қойғанмын, сондықтан қазір көрсетемін сіздерге. Және иншот қажет болады. Творческая студия міндетті түрде қажет, себебі бұл программада осы мені қоя аласыздар. И тағы бір предложение PixArt. Бірінші менің альбомыма кіреміз. Қалған суреттерді қарамай қойыңыздар. Міне менің алған обойым, және де осындай обойым. Мен оны алдын ала жасатып алған болатынмын. Сондықтан маған не изменится. Вот. Осы арқылы қазір қоя саламыз. Именно. Енді біз оны қалай жасаймыз? Осыларды біз қалай іздеуге болады? Оның үшін сіздер осы предложение кіріп, обой таңдауларыңызға болады. Мынандай күшті обой бар. Және де поиск дегенді басып, Toca-Boca ости салсаңыздар шығады. Енді мен енді осындай әдемі заттар шығады. Сіздерде осындай мынандай қоюға болады. Мысалға мынандай, міне мен осыны алған болатынмын. Видео жасауға тағы да мынандай да алуға болады. Любой көп нәрселер бар. Киімдері де бар, заттары да бар. Так что алыңыздар. Так что қараңыздар осы предложение істеп еще киімдерге. Вот осындай обзор. Вот мынандай бар. Короче, өздеріңіз қарап біліп алыңыздар. И тағы да қалай неме жасауға болады. Обой, пинк, эстетика дегенді басып аласыздар. Мен мына жерден алдым. Сіздерге қандай түстер ұнайды, сол туралы айтып болады. Мысалы, сіздерге басқа қандай түс ұнаса, мысалы blue look, мысалы. Эстетика дегенді басып, мына жерден әдемі эстетичный заттар алуға болады. Міне мынандай фиолетовый, розовый, сары, сондай түстерді жазып, yellow, ағылшынша жазыңыздар. Вот. Енді бізге енді керек болады PixArt. Одан біз әдемі какой-то осы арқылы қоя аламыз. Міне мен бағанағы алған обойым почти ұқсайды екен. Не плюсты басып, мына жердегі бір осы қиып алған жаңағы фотоны басамын. Сол жердегі эффекті дегенді басып, блюрді таңдаймыз. Ең соңында блюр деген болады. Соны басып қайтан блюрді таңдайсыздар. Мына жердегі кнопканы басып, доп фото деп тұрады. Осыны басасыздар. Және сіздердің заттарыңыз шығады. Вот. Мен уже жасап қойған едім, бірақ та сіздер үшін тағы біреу жасайын едім. Вот осылай мынаны енді осылай шет жағына қоюға болады. Осылай или осында қоюға болады, или осында, или осында, или осында, любой, или ортасына да қоюға болады, бірақ мен үшін шетіне қойған едім. Вот. Плюс осыны басып, енді бізге стикерлар қажет болады. Стикердан қандай алуға болады? Мысалы, YouTube керек болады бізге. YouTube Scarps, немесе осындай. Сен сұраймын.
осындай ютубты жанына қойып, мысалы сөйтіп әдемі қылуға болады, әдемілеуге болады қысқаша. Сосын тағы да бізге цвет розовый маған керек болады. Мені не достар кейбір мынандай болады ғой, какой-то осындай нежный, какой-то осындай. Соны күшейтіп, мына токабоканың бетіне қоюға тоже болады. Не. Так, бізге стикер қажет болады. Қазір мен мынандай стикер алып, мысалы мына қыздың басына осылай қоямын. Және бізге бриллиант қажет. Не бриллиант. Енді мына жерден өздеріңізге ұнаған бриллиантты таңдап аласыздар. Бірақ сіздер өзіңіздер білесіздер қандай заттар қойғыларыңыз келеді, соны қоя аласыздар. Маған осы бриллиант болады, сондықтан мен мына шет жағына осылай қоямын. Енді тағы да бір стикер қоямыз. Қандай стикер десеңіздер, ютубты басып, мына жерде скарт деген тұрады, яғни тіркел деген сөз. Осыны тоже қоюға болады. Мынау керек емес деп тұрмын, что-то бриллиант артық болған сияқты. Мен бриллиант ала алмай тұрмын, достар, сондықтан да кешірім сұраймын. Мен қателім. Енді достар, бізге сөзді жазу керек болады. Оның үшін бізге текстті басып, токабока деп жазамыз, және де жоқ, токабока емес, обложка деп жазамыз екен ғой бірінші. Обложка для токабока. Вот. Енді біздікі болды. Осыған енді осындай шрифт таңдап аламыз, розовый түстес. Вот, любой нәрсені таңдау бұл рахат, достар, потому что сіздер просто осылайды қоя аласыздар. Сами осылай қойып, мына шет жақтарына осындай қойғым келеді. Вот, енді қойдым. Все, достар, енді осыны басамыз. Но бірақ мына жерде бір стикер артық болып тұр мен үшін. Вот, мына стикер артық болып тұр. Мен қазір бұл жердегі кристалды алып, оның орнына басқа нәрсе қоям ба деп тұрмын. Міне, достар, мен әрең дегенде жасап біттім. Достар, сосын мен қайтан бұл немені істей алмағандықтан взломын көшіруге мәжбүр болдым. Сондықтан да сіздерде сразу взломын көшіріңіздер, себебі взломда бүкіл стикерлер ашылады және де сіздерге жақсы болады. Вот. Енді мына басамыз да, осы менің немді пост етеміз. То есть готованы басып, готово сохранить в галереяға сохранить етеміз. Вот. Әрең дегенде обложка жасап болдық, достар. Әрең дегенде болдық қой. Енді мен осы видеоны жүктеп саламын ғой қайта. И сосын мен сіздерге көрсете алмай қаламын. Сондықтан творческий ютубқа кіріп, просто обычныйға қоя тұрайын, не токабока кейде өмірдегенге қоя тұрайын. Осы жерге қазір қоя тұрайық просто. Нажқа изменитті басып, мына жердегі токабока деген осылай. Достар, менен басыңдар. Не, мысалы осылай. Не, осылай қоя саласыздар. Сосын ол өзі қойылады. Все, достар, барлықтарына сау болыңдар.